Delhi'дің вокзалындамын. Мынау мына арзан пойыз. Кондері жоқ. Осы жерге тұрып шай ішеміз енді. Шағын үй салып алып ұйқым теуіп жатыр. Қалып қойдық, жүгіріп жетіп алу керек. Пойыздың басшысымен кездесіп отырмық. Пойыздың ішін көрсетіп шығайын, не бар, не жоқ. Мынаны дәмін көрейік бірінші не екенін. Қайырлы таң. Делиде сағат таңғы 5. Мен Агра қозғалайын деп жатырмын қазір. Пойызға баруым керек. Ансар көлігін қыздырып, өзі мешітке кетті, намаз оқуға. Делидің вокзалындамын. Сағат таңғы 5:30. Жетіден 20 кеткенде менің пойызым жүреді. Аграға қаратай. Маған енді мынаның ішінен 10-шы платформаны тауып алу керек. Опана, sorry. Platform номер 10. 10. Where want to go? Which train? Agra. First platform. First? From first 10. Platform. Train. Yes. First No. platform. Platform number 10. 10? Yeah. That's straight. This first platform, 10 straight. First and no? You have 6 o'clock train time? No. 7:20. 7:20. Go straight, platform number 10. Platform number 10. Right way. First, second, third, 4 left. 4 left. Okay, thank you. मैं आस्क कितना оныншы платформаны тауып алуым керек. Мына жерде жазылып тұр екен, 4-тен 16-ға дейін. 2 мен 3 мына жағында, мына жерде жазылып тұр міне. Мен жаңа камерамды қосам деп келатыр, байқамай қалғанмын ғой. 5 мен 4 мына жағында. Билетті маған Ансар алып берді. Сондықтан билетті қалай алғанымды көрсете алмаймын. Ертең Аградан Жайпурға дейінде маған кім Ансар алып қойды уже билетті, электронный қылып. Оған көп рахмет. Онлайн алып қойды. Бүгін бұйыртса Аграға барып, Таж-Махалды көріп, кешке Жайпурға жетіп алу керек. Міне екен, 10-16 дейді. Қазақстаннан келетін тағы бір 2 адам бар, соларға мен информация беріп жіберейін. Екінші переходқа мінесің. Сосын жоғарды қарап жүресің, міне. 10-16 деп тұр. Алда, мына 8-9 емес. 10-16 дейтінден солға қартай түсіп кетесіңдер. Мына жаққа қартай. Так, міне 10-16. Пойыздар осындай сыртынан. Қай жағынан келеді, құдай білсін. Сағат әлі ерте, мен пойызым келуге. Қазақстанның 2 адам тауып алу керек енді. Мына арзан пойыз. Кондері жоқ, көрініп тұр. Мына уже кондермен кішкене бағасы жоғары. Мен билетті 600 рупияға алдым. Bir адамға 600 рупия кондермен. Осындай вайппен жүріп. Енді адасып кетпеу керек, пойыздан қалып қоймау керек, бастысы. Мына жерден вокзалдың ішінен 50 рупияға бір кофе мен бір печенье алып алдым. Отыратын жер жоқ. Делеп осы жерге тұрып шай ішеміз енді. Мынау кофе.
Чай 50 рупия. Жақсы, жаман емес. Үйден шыққанда асығы шықтық. Өте алыста тұрады Таңсар. Сосын вокзалға үлгерейік деп. Бірақ әйтеуір жақсы, ерте жеттік, нормально. Қаланың ішінде таң атпай движение көп екен. Көліктер өте көп. Делидегі адамдардың пойызға міну процесі. Самолетте бір әйел мен күйеуі, екі қазақ Айбек дейтін жігітпен бірге келдік. Аграға бірге барайық деп шештік. Қазір вокзалдан кездесіп жатырық. Айқай шумен адасып жүріп әйтеуір таптық бір-бірімізді. Міне кетір екеуі. Әйел адамға қиындау негізі. Мына жермен демалу. Ауасы нашар. Салам алейкум. Қалайсың? Жақсы. Сол қалай? Саламатсыз. Қалай, жақсы өтті ма мероприятие? Жақсы. Ұнап отыр ма Индия? Бәрі аңсыз өтті ма? Мәссаған. Қызық болған екен. Сәлем айтып қойыңдар, ертең ютубқа шығасыздар берсе. Міндетті дейді. Все, кездестік, енді пойызымызды күтеміз берсе. Мына жерде вокзалда адамдар былай шағын үй салып алып ұйқын теуіп жатыр. Өзі үш платформа бар, не бар? Переход бар, үстінен түсетін. Екеу, үшеу. Біздер қазір мына 10-шы платформадамыз. Мен билетім электронный. Мына билетте көріп тұрсаңыздар 11906 дейтін номер тұр. Пойыздан іздегенде номерді мынандай жерден іздейсіңдер, мына 22479 деп тұр ғой. Сол номермен қарайсыздар. Мына номермен қарап жүрмеңіздер. Шатасып қаласыздар. Номер былай жазылып тұрады. Бізге керегі B1. Кішкене қалып қойдық. Жүгіріп жетіп алу керек. Мынау S3. S2. Так, вагонымызды таптық. B1. Мына орындықтардың номерлері сыртында жазылып тұрады. Біздердікі 53, 56, 41. Осы вагонның ішінде бірінші адамдар түсіп алады. Күтеміз. Адам көп вокзалда. Басында мынандай бас киімі барлар, сикх деп аталатындар осы кісілер міне. Осындай дін ұстанатындар. Шаштарын алмайды өмір бойы. Міне. Ал кеттік, пойызға кірейік. Бірінші рет пойызға мініп отырық Индиядан. Опа, скандерым. Мәссаған. Класс бөлінеді. 53, 56, 41 мет неше еді? 53, 56. 41 мұнда емес. 41 арғарты болып. Онда 53, 56 екен осында отырмдар. Жоқ, 56 жоқ қой мұнда. Жоғарда емес пе? Жоқ, әне номерлер жазылып тұр ғой, екі шетінде. 51, 50, 49 тұр, 54, 53, 52 тұр. 41 мынау екен да. 41 асты. Бана. Так, менің орным мынау, номерлер ән көрініп тұр. 41 астың орын екен.
Maneksin poyezimizga o'tirdik. Poyezdlar mындай 3 qator. Жоғарыда вентилятор қосылып тұр. Негізі кондер деп берген сияқты, бірақ жақсы ондай емес, суық емес. Ыстық емес, то есть. Мына жер айна. Жоғарыда зат қоятын жер бар, жоғарыдағы адамдардың. Мына менің орным. 41 менің орным. Үшеуміз кетір осылай. Пока адам көп емес, жолдан жиналатын болар. Мынаны чырт-чырт қазір ілінетте тарс. Заттарын жинат-жинатта менің төсегіме лақтырып жатты алып. Мына жерде кісі. Сондай. Так, поезд қалай мынау? Трафик контроль дейді. В общем, менеджер поездың басшысымен кездесіп отыр. Қазір біздің қасымызға келіп әңгіме айтып отыр. Қолында мынандай құжаты болады екен. Мына жігіт қасымызға келіп қайда баратсыңдар? Мына жақтағы әйел адамдардан сұрағанда, олар бізді дұрыс түсінбей 10 сағат жүресің дейді. Сосын проводниктен сұрағанда 2 сағат, 3 сағат максимум жүретінбіз дейді. Жүрегіміз орнымызға түсіп, әйтеуір тыныш отырып Аграға дейін. Әйел адамдар дұрыс түсінбеген сияқты, сағат 10-да 11-де жетеміз деп айтқан сияқты. Енді біз олар түсінбейміз, олар біздер түсінбейміз, сөйлесу қиын өте. Поездың ішін көрсетіп шығайын, не бар, не жоқ. Туалеттер мынандай. Дәл сондай қол жуатын жер, вентилятор қойып қойыпты мында да. Есіктер жабылатын пойыз екен. Poyezdың іші осындай. 3 рет. Мына біздің, мына менің орным, жатқан жерім. Мына біздің Айбек дейтін жігіт, Алматыныкі. Қандай адамдар бар екен. Пойызда ондай адам көп емес, мүмкін билет қымбат болар. Біздер 600 рупия қалдық. Болды, арғартай уже басқа вагон. Мына жерде де орын бар екен. Орындар осындай. Мен де мынаны түсіріп тастайтын боларым. Адамы жоқ. Біздің тамағын жеп қарайын деп жатырық. 150 рупия дейді. Батата деп берді, құдай берсін. Картошка бар деп. Запечатанный срогы ештеңесі көрінбейді. Соус. Маған жететін сияқты. Опана. Доса деген болады ғой. Картошкадан жасалған. Картошкамен ұн жасап. Доса не сондай болған. Мынау. Иә. Мынау сұйық. Лепешка қылып жасайды, мен бір жасаған менде бар. Мынау сұйық нәрсе. Көп болмау керек. Так, мына жерде төгіліп шашылып отыр. Мынаны жайлап құйып алайық мұнда. Ішетін емес пе екен? Құдай берсін. Соус деп ойладым. Ішінде қалып қойды ғой. Кетті. Бірінші капля кетті. Еще цветі де ақ. Сүртіп жіберейік. Кешіктірмей.
Сразу кетіріп тастамаса болмайды. Так, мынаны дәмін көрейік бірінші не екен. Аш екен. Что? Ja? Мына соуспен как раз кететін сияқты. Соусқа да массала салынған. Ащы, бұрышында бар. В общем, стоит, если что, кездесіп жатса алуға. Так, Аграға жеттік. Неше сағат? 2 сағат жарымда жүрді. Мына жерде түскен бойда сразу мына жігіт жақындап, Тәжімахалға дейін 3 адамды 150 рупияға апарам дейді. Халық көп өте. Осылай енді Тәжімахалды көрсетем деді.